Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазір мен сіздермен дифференциалдық теңдеулерге байланысты сабағымды әрі жалғастырмақпын. Бүгін сіздермен дифференциалдық теңдеулердің ішіндегі сәл күрделілігі жоғары біртекті дифференциалдық теңдеу деген түрін қарастырамыз. Соны нақты мысалмен қарастырайық, себебі теориялық білімдерді әртүрлі мағлұматтарын алуға болады. Сонымен мынадай түрдегі дифференциалдық теңдеуді біз біртекті дейміз. Енді бұны бірінші ретті, оны көріп тұрсыздар, дифференциал бірінші. Енді бұны шешудің бір тәсілі, мынаның жаңағы біз осыған дейінгі шығарған есептердің күрделілігі сол, бұны бірден айнымалыларын ажырата алмаймыз. Сондықтан біздің түпкі мақсат осыны айнымалысы ажыратылатын түрге әкелуге тырысамыз. Ол үшін біз мынадай түрге келтіріп алғанымыз абзал. Мысалы мынаны бетіп x бөлінген x плюс 2y бөлінген x дейтін болсақ, мына x пен x 1 плюс 2y бөлінген x мынадай түрге келеді. Енді осы түрдегі дифференциалдық теңдеуді біз енді алмастыру тәсілін пайдаланып шығарамыз бұл есепті. Алмастырған кезде мына бір y бөлінген x-ті жаңа бір айнымал арқылы белгілеп шығарамыз. Мысалы, бұны бір v деп белгілесек. Бұны бір v деп белгілейтін болсақ, онда біз мына y-ті v көбейтілген x деп алуымызға болады. Міне, мына бізге қажетті дүние. Енді мына бір dy бөлінген dx, яғни y бойынша функциядан x бойынша туынды табамыз десек, мынадан туынды таптық дейік. Y-тен туынды табу дегеніміз ол dy бөлінген dx деген сөз. Демек, мынаны енді дербес туындыларын тауып жазамыз. V көбейтілген. Бұл екеуін де функция деп қарастырамыз. Сонда біздің бұдан туынды тапқанымыз, біздің dy бөлінген dx-іміз, енді мынадан туынды табыз, ең бірінші x бойынша туынды табатын болсақ v болады, қосылған, енді v бойынша туынды табатын болсақ x тұрақты болып, dv бөлінген dx болады. Сол кезде енді бастапқыда берілген мына теңдеудің орындағы мына dy бөлінген dx-ке біз мына v плюс x dv бөлінген dx-ті қоюымызға болады. Сол кезде біздің теңдеуіміздің түрі, сонымен мына теңдеу мынаны қоямыз. v қосылған x көбейтілген dv бөлінген dx тең болады 1 қосылған 2 көбейтілген, енді біз және белгілеу жасадық қой, міне мынадай. Мына бір y бөлінген x-тің орнына v-ны жазуымызға болады. Сол кезде бізде v мен x-ке қатысты теңдеу шықты дифференциалдық. Енді бұл жерден мына v-ны теңдік мына жағына апарып көрейік. Сол кезде не болады екен? x dv dx тең 1 қосылған, мынау минус болып тұрады, v болады. Енді біздегі қараңыздаршы, ең бірінші есепте жалпы шешімін тап деп тұр. Яғни біз жалпы шешімін бірден бұрынғы тәсіліміз бойынша айнымалын ажырата алмайтын болдық. Сондықтан мынадай жаңа белгілеу енгіздік. Енді мына жерде енді ары қарай шығаратын болсақ, айнымалар енді ажыратылатын түрге келді. dv бөлінген 1 плюс v тең dx бөлінген x деген түрге келді. Енді бұны жеке-жеке интегралдауға болады. Бұны интегралдап шығаратын болсақ, ln 1 плюс v тең болады ln x плюс ln s. Бұл жерде енді айта кететін нәрсе, бізде екі жақтан да натурал логарифм шығып тұрғандықтан біз мына тұрақтыны ln s десек те ешқандай бір жаңалық емес. Өйткені ол әйтеуір де бір тұрақты сан деген сөз. Бұл бізге мына жерде қазір ыңғайлы есептеуге жеңіл болады. ln 1 плюс v тең болады ln x көбейтілген s. Міне, логарифмнің қасиеті бойынша. Енді екі жақтарында да логарифм болып тұрғандықтан біз 1 плюс v тең с көбейтілген x деп жазыламыз.
Енді v-ның орнына біз мына бағанағы белгілеген мына бір y бөлінген x-ті қайтадан қояр болсақ, яғни қайтып оралдық. Мына біз бағана v деп белгіледік қой, міне мен қолымды саусағыммен көрсеттім. Сол жердегі с көбейтілген x болады. Енді бұны жалпы шешімі сол кезде y бөлінген x тең s(x) азайтылған 1. Енді жалпы шешімі дегеннен кейін біз мына y деген функция, x-ке тәуелді функция жасауымыз керек. Сондықтан да s(x) квадрат азайтылған s. Мынау біздің ізделімді есебіміздің жалпы шешімі. Міне, мынау біздің жалпы шешім. Енді есептің екінші пунктында мына y тең 1,2/1 және x тең 3 болған кездегі дербес шешімін тап деп тұр. Енді дербес шешімін, жалпы шешімін табылғаннан кейін ол қиын емес. Бізде айтып тұр x тең 3, y тең 1,2/1 дейді. Осы кездегі дербес шешімін тап дейді. Дербес шешім үшін бізге мынау жеткілікті. Біз яғни мына x пен y-тің орнына мына бастапқы мәндерді қойып, s деген тұрақтының мәнін тауып аламыз. Яғни y-тің орнына 2-ден 3-ті қоям. Не? 1,2/1 2-ден 3 қой. Тең болады. s көбейтілген x-тің орнына 3 қойсам 3-9 болады. Азайтылған 3 болады. Енді мына минус 3-ті ана жаққа апаратын болсам, 3 қосылған 2-ден 3 тең 9s болып тұр. Енді бұл теңдеуді шешетін болсам, мынау 6 араға 2, 6, 9, 9s тең 9 деген нәрсе шықты. Енді бұдан s-ымыз 1 екені көрініп тұр. Олай болса, есебіміздің дербес шешімі, мына функцияның түріне апарып, мына с дегеннің орнына 1-ді қоямыз. Енді 1-ді жазбай қойып, x квадрат минус x деген есептің дербес шешімі шығады екен. Назарларыңызға көп рахмет. Бұл сонымен бір текті дифференциалдық теңдеу болды. Міне сәл-пәл масштабын кішірейтіп көруге болады. Рахмет.